Саған арнап салған сурет. Күз ағаш жапырақтары сарғайып, баяу ғана жерге түсіп жатты. Терезе алдында тұрған қария, әлім, көне суретке қарап үнсіз тұр. Қолындағы қағаз сарғайып кеткен, шеттері жыртылған. Бірақ ол үшін бұл ең қымбат дүние. Бала кезіндегі махаббаты Айсұлу салған сурет еді бұл. Саған арнап салдым деген еді қыз жымиып. Менің саған деген жүрегімнің суреті. Сол кез әлі де есінде. 7 жасар бала көзінде ұялшақ ұшқынмен суретті алып, ештеңе демеген. Бірақ сол сәттен бастап жүрегінде бір сезім оянып, өмір бойы өшпеген. Ауылдың шетіндегі ескі мектеп. Күнде бір партада отырады. Айсұлу үнемі гүлмен келеді, қолында дәптері, ішінде жүрек бейнесі. Саған деп сыбырлайды. Ал әлім болса үндемейді. Тек жымиып қарайды. Сезімін сөзбен емес, үнсіздікпен жеткізетін. Махаббат деген кейде тек қарау. Жылдар өте берді. Бірге мектеп бітірді. Бірақ тағдыр жолдары екіге айырылды. Айсұлу қалаға оқуға кетті, ал әлім ауылда қалды. Телефон болмаған заманда хатты сирек жететін. Бірақ бір нәрсе өзгермеді. Әлім сол суретті ешқашан жоғалтпады. Әр жыл сайын туған күнінде соған қарап, бір сәтке балалық шаққа оралатын. Айсұлудың күлкісі құлағында, жүзі жүрегінде. Қазір қария. Шашы аппақ. Көзі де бұлдырайды. Бірақ жүрегі дәл баяғыдай. Сол суретке қарап сыбырлады. Айсұлу, сен қайдасың? Мен сені ешқашан ұмытқан жоқпын. Жаңбыр тамшысы терезеден сырғып түсті. Сырттағы күз жүректегі сағыныштай үнсіз егіліп тұрды. Күндердің бір күні пошташы келген. Қолында сарғая бастаған хат. Алматы қаласы деген мөрі бар. Әлім жүрегі дірете түсті. Есік алдында үнсіз тұрып қалды. Саусақтары дірілдеп, хатты ашуға батылы жетпей тұр. Себебі ол кімдік екенін жүрегімен сезді. Солай болды. Айсұлу бірнеше жылдан кейін алғаш рет хат жолдапты. Қарапайым сөздер. Сәлем, әлім, қалайсың? Есіңде ме, бала кезіміздегі алма ағашы мен сен отырған орындық. Мен оны түсімде көрдім. Саған хат жазғым келді. Осы бір екі ауыз сөз әлімнің бүкіл жылдарын оятқандай болды. Қуаныштан да, өкініштен де көзіне жас келді. Өйткені сол күндері ол да сан мәрте қалам алып жазып көруге тырысқан. Бірақ батылы жетпеген. Бала күндегі бір ғана қол бұлғау бүкіл өмірлік сағынышқа айналғанын ол енді түсінді. Әрбір кеште терезе алдында отырып Айсұлуды елестететін. Оның күлкісі, жүрісі, тіпті иісі де есінде еді. Қайда жүргенін білмесе де үмітін үзбеген. Ал хат келгеннен кейін үміт оты қайта жанды. Әлім әлгі хатқа жауап жазды. Үлкен дәптердің шетінен жыртып алып, баяу қолмен былай деп бастады. Сенің даусыңды сағындым. Түсімде емес, өңімде көргім келеді. Сен салған суретті әлі сақтап жүрмін. Сен де мені ұмытпаған екенсің ғой. Хатты поштаға тапсырған кезде жүрегі лүпілдеп тұрды. Кішкене бала сияқты. Бірақ бұл жолы ол үндемеді, сезімін хатқа жазып, ақ жүрекпен жолдады. Себебі кей сезімдер тек қағаз бетінде шынайы сөйлейді. Күн артынан күн өтті. Айлар сырғып жатты. Ал әлім әр таң сайын пошташыны күтумен болды. Әр дыбысқа елеңдеп, әр қадамға үмітпен қарады. Бірақ жауап келмеді. Күндер өтті. Апталар, айлар. Ал пошта жәшігі үнсіз. Әлім күн сайын сол баяғы әдетімен терезе алдына отыратын. Қолында ыстық шай, жанында сарғайған суретпен жауапсыз қалған хат көшірмесі. Көзінде үміт. Мүмкін. Хат жетпеген шығар, деді бір күн ішінен. Сосын тағы жазды. Тағы бір хат. Бұл жолы ұзағырақ. Еш өкпесіз, ренішсіз. Тек сағынышпен. Мен сенен жауап күтпеймін. Тек сенің бар екеніңді, аман екеніңді білсем болды. Кейде үнсіздік ең ауыр жауап екенін түсіндім. Бірақ саған деген жүрек үнсіз емес. Хатты тағы поштаға апарды. Пошташы әлімді танып алған. Қарияны көрсе, басын изеп қояды.
Ал әлім өз кезегінде жай ғана жымиып жүрегімен қоштасатын. Ауылға қыс түсті. Терезені қырау басты. Сыртта иттің үргені, желдің ысқырығы ғана естілетін. Үйдің іші жылы. Бірақ жүрек іші тып-тыныш. Сол үнсіз сағыныш қысып тұрды. Бір кеште теледидарды қосқан еді. Қала жаңалықтары. Беймәлім бір көріністе таныс жүз жарқ етті. Айсұлу, деді жүрегі. Камера арасынан бір сәттік бейне ғана. Бірақ ол дәл өзі сияқты көрінді. Көзінде сол баяғы мұң. Маңдайы сол баяғы әдемі әжіммен. Әлде бір жерге қарап тұрған. Әлде бір адамды күткендей. Әлім орнынан тұра алмады. Көзіне жас келді. Екі қолмен бетін басты. Қарт жүрек іштей жылады. Сен бар екенсің. Тек мені іздемедің, деді ол іштей. Бірақ ол ешқашан ашуланбады. Өйткені шын махаббаты ренжімейді. Шын сағыныш үнсіз күтумен ғана өмір сүреді. Сол түні түсінде Айсұлуды көрді. Қолында тағы да сурет бар екен. Жымиып тұр. Саған тағы салдым, деді баяу ғана. Көктем келді. Қар еріп, жер босана бастады. Құстар сайрайды. Ағаштар бір жарып, табиғат қайта тірілгендей. Ал әлім, ол да қайта тірілгендей болды. Бір таңертең пошта жәшігіне бет алғанда кішкентай конверт көзіне оттай басылды. Қолымен баяу ұстап көрді. Ар жағынан таныс жазу көрінді. Айсұлу. Дене қалтырап кетті. Есігіне жете сала хатты ашты. Сенің хатың мені жылатты, әлім, мен де сені ұмытқан жоқпын. Бірақ мен сенімен сөйлесуге батыл болмадым. Тек мен қазір Алматыдамын, көңіл көтеретін емес, ем алатын жердемін. Мүмкін бір күні кездесіп қалармыз. Мекен жайым төменде. Осы хат әлім үшін бүкіл өмірінің екінші тынысы болды. Ол сол күні жолға шықты. Үстіндегі ескі пальтосын киіп, көне сөмкесін алып, жүрек дүрсілмен жолға шықты. Қалаға жеткенде көз алдында баяғы естеліктер қайта тірілді. Автобус аялдамасы. Балмұздақ жеген кештер. Көше шамдары астында үнсіз жүрген екеудің сәттері. Емхананың есігі алдына келгенде жүрегі дүрсілдеп тұрды. Қолын соза алмай біраз тұрды. Ақыры кірді. Ресепшнде тұрған қызға хаттағы аты жөнді айтты. Ол кісі, деді қыз сәл үнсіз қалып, үшінші қабатта. Бірақ сізге дайын болу керек. Сол сәттегі жүрек соғысын еш сөзбен сипаттау мүмкін емес еді. Айсұлу төсекте жатыр екен. Шашы ағарып кеткен. Бірақ көзі баяғыдай. Терезеден тысқа қарап отыр. Әлім ішке кіргенде Айсұлу ақырын бұрылды. Екеуі үнсіз қарады. Келдің бе, әлім? Сол сәтте ғана көз жас тоқтамай үнсіз ағып түсті. Ондаған жыл үнсіздік. Мыңдаған рет айтылмаған сөз. Жүздеген түнгі сағыныш сол бір сәтке тоғысып көз жас болып төгілді. Кешір мені, деді Айсұлу әлсіз дауыспен. Кешірім емес, мен саған рахмет айтуға келдім. Айсұлуның бөлмесі тыныш. Тек терезе алдындағы перде баяу тербеледі. Көктемгі самал ішке еніп, екеуінің арасында үнсіз ғана сөйлеп тұрғандай. Әлім орындыққа отырып, баяу ғана Айсұлудың қолынан ұстады. Саусақтары суықтау еді. Бірақ сол сәт жүрекке жылы. Есіңде ме, сен салған сурет? Деді әлім жымиып. Мен оны әлі де сақтап жүрмін. Айсұлу көзін жұмды. Жымиғаны білінді. Саған салған суретіме менің жүрегім сыйған еді, әлім. Бірақ ол жүрекке өмір сыйлай алмадым. Әлім үндемеді. Көзін төмен түсірді. Қарашығы жасқа толды. Сен маған өмір бойы үміт сыйладың. Әр таңды сен туралы оймен қарсы алдым. Міне, мен саған қартайған шағымда келіп отырмын. Бұл менің ең бақытты күнім. Екеуі үнсіз отырды. Бірақ ол үнсіздік мың сөзден артық еді. Жанарлар тілдесті. Естеліктер сөйлесті. Сағыныш құшақтасты. Неге үндемедің, Айсұлу? Деді әлім ақырын. Өмір мен ойлағандай болмады. Мен біреуге тұрмысқа шықтым. Бірақ ол мені түсінген жоқ. Сен секілді үнсіз сүйе алмады.
Мен сені іздедім, бірақ тым кеш еді. Әлім күлімсірегенімен жанарында мұң тұрды. Кеш емес. Біз бүгін біргеміз. Сен менің жанымдасың. Мен сені кешірдім де, күткен де, сүйген де, әрдайым сол баяғы сенсің. Айсұлу оның қолын қысты. Әлсіз ғана, бірақ жүрекпен сезілетіндей. Егер мен ертең оянбасам, деді сыбырмен. Сен ренжіме. Сен келгеніңмен ақ менің жанымды емдедің. Сағынышымды тоқтаттың. Әлім көзін жұма беріп бас изеді. Мен сенімен қоштаспаймын, Айсұлу, саған айтпаған барлық сөздерімді мен көз жасымен жеткіздім. Сол түні олар ұзақ отырды. Үнсіз, саусақтары бір-біріне тоғысқан күйі. Бір жүрек тоқтауға таяу еді, бір жүрек оны тыңдап отырды. Таң бозарып келе жатты. Терезеден әлсіз сәуле төгілді. Қария орындықта отырып Айсұлуға қарап отыр. Қолынан әлі айырылмаған. Саусақтары тоңған. Жүрегі дір еткен. Айсұлу тыныш жатты. Баяу тыныс алады. Көзі жұмулы. Бетінде бала кезіндегідей таза жымиыс. Кеше ғана кездескен жан бүгін мәңгілік ұйқыға еніп бара жатқандай. Айсұлу, деді Әлім ақырын. Таң атты, мен мұндамын. Бірақ жауап болмады. Дәл сол сәтте терезеден бір тал құс ұшып келіп әйнекке қонды. Қанатын қомдап аспанға қайта көтерілді. Әлім көзін жұмып жүрекпен сезді. Айсұлу енді құс болып кетті. Сағыныш енді аспанда. Кейін бәрі үнсіз өтті. Ешкімге айтылмаған махаббат ешкімге жария етілмеді. Ешқайда жарияланған жоқ. Тек жүректе қалды. Әлім ауылға қайтты. Үйге кіргенде баяғы суретті ақырын алды. Қолымен сипап қабырғаға ілді. Оның астына кішкентай жазу қалдырды. Мен сені мәңгілік күткен адаммын. Содан кейін күн сайын терезе алдында отырды. Қолында шай емес, кішкентай дәптер. Айсұлуға арналған естеліктер жазады. Әр бетіне бір сөйлем. Әр сөйлем бір көз жас. Бір кеште көрші әйел келіп еді. Әлімді таппады. Ол терезе алдында отырған күйі мәңгі ұйқыға кеткен екен. Қолында Айсұлу салған сурет, бетінде мұңсыз жымиыс. Жанында хат. Онда тек бір сөйлем жазылған. Сағыныш кейде бізді ажыратпайды, қайта қауыштырады. Сол күннен кейін терезе алдында екі орындық бос тұр. Біреуінде кішкентай сурет, екіншісінде сарғайған дәптер. Көз жасымен жазылған махаббат мәңгі өшпейді екен. Себебі кейбір ғашықтар өмірде емес, жүректе бірге өмір сүреді.